Қыздар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай тәтті, керемет болып шығатын қаттама нанның рецептімен бөлісемін. Өзіме ұнайтын рецепттердің бірі керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті ингредиенттерді астына жазып кетемін. Алдыменен қайнап тұрған суға тұзымызды және сұйық майымызды қосып араластырып аламыз. Су міндетті түрде қайнаған ыстық су болуы тиіс. Кейін осы суымызды ұнымызға қосып, жақсылап тұрып қамыр илейміз. Су ыстық болғандықтан алдыменен қасықпенен кішкене ретке келтіріп аламын. Кейін барып қолмен илейтін боламыз. Жалпы қыздар, астында көрсетілген мөлшерден артық ұн қоспауға тырысыңыздар. Жай ғана қолға қатты жабыса бастаған кезде ғана шымшымлап аздап қана қосуға болады. Бірақ жалпы осы көлем бойынша судың мөлшері менен ұнның граммы жалпы дұрыс көрсетілген, жабыспауы тиіс тұғын. Жақсылап тұрып қамыр илеп аласыздар. Кейін осы қамырды целлофанға салып, бөлме температурасына 20 минутке қойып қоямыз. Қамырымыз ыстық суға иленгендіктен ыстық болып тұр. Қолға ыстық қамыр болып шықты. Соны енді целлофанға салып 20 минутке қойып қоясыздар. Мен айтқандай мөлшердеміне ұн қосып, кішкене жабыспау үшін жасадым. Жалпы көп ұнды қоспауға тырысыңыздар. Міне осындай қамыр болып шығады. Қатты емес, жұмсақ болып шығады. Қатты етіп билемеуге тырысыңыздар. Енді қамырымыз тұра тұрғанға дейін біз салмасын дайындаймыз. Салмасын дайындау үшін пиязымызды аршып алып, ұсақ етіп турайсыздар. Қыздар, міндетті түрде пиязды ұсақ етіп турауға тырысыңыздар. Себебі біз қазір бұл пиязды қамырдың ішіне саламыз. Егер де ірі болатын болса, онда қамырымызды тесіп жібереді дағы. Өте ыңғайсыз, жұмыс істеуге өте ыңғайсыз болады. Сол себепті де ұсақ етіп турауға тырысыңыздар. Мен барынша ұсақ етуге тырыстым. Жамандар әдеттерінің бірі осы пияздан көзім жаман ашиды. Сол себепті қатты ұзақ пиязбен жұмыс істей алмағандықтан мейлінше қолымнан келгенше ұсақ етіп турауға тырыстым. Кейін осы туралған пиязымыздың үстіне тұзымызды қосып араластырып қоямыз. Соныменен біздің қамырымыз дайын болды деген сөз. Жасалуы өте оңай, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Енді қамырымызды аламыз. Қамырымыз ыстық, шын айтса өте жылы болып тұр. Осылайынан жақсылап тұрып тағы бір рет илеп аласыздардағы бөліктерге бөлесіздер. Қыздар, бұл жерде өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі бөлікке бөлуге болады. Маған, мысалы, қаттама нанның қалың болып піскендігі ұнайды. Егер де сіздерге жіңішке болып, жұқа болып піскен ұнайтын болса, онда 4 бөлікке емес, 6, 7, 8 бөлікке де бөлуге болады, қыздар. Ол сіздердің қалауларыңыз бойынша. Мен, мысалы, қалыңдау болып піскен қаттама нанын жақсы көремін. Сол себепті де мен 4-ақ қана бөлікке бөлдім. Осылайынан бөліктерге бөліп алғаннан кейін оны жақсылап тұрып жұқа етіп самыз. Анау самса жасаған кезде нанды жаямыз, дәл сондай етіп бізге жұқа етіп тұрып жаю керек болады. Енді нанымызды жайып болғаннан кейін ерітілген сары майымыз ерітілген, бірақ кішкене салқындатылған болуы тиіс, қатты ыстық қалпында емес.
осы жаңа қамырымыздың ортасына жағамыз. Ортасына жағып болғаннан кейін бағанағы біздің қамырымызды алып көз мөлшеріменен саласыздар. Салып жан-жаққа осылайынан жаңағы қамырымызды бүйтіп жайып шығасыздар. Кейін оны орайтын боламыз. Самса жасаған кезде, жалпы самса жасау білетін болсаңыздар, менің жалпы айтып тұрған дүниемді түсінулеріңіз керек. Бүйтіп ораймыздағы улитка секілді орайсыздар. Кейін осыны холодильникке ішіндегі сары майымыз қатқанға дейін қойып қоямыз. Шамамен 20-30 минуттай. Мен шетіне былайына сары майды жағын қарап жібердім. Шеті ашылып кетпей, қосылып тұру үшін. Дәл осы позицияны барлық нандар бойынша қайталап шығасыздар. Енді тоңазытқыштан алып, үстінен ақырындап басасыздар. Астына ұнды себелеп, осылайынан нанымызды жаятын боламыз. Жаңағы ішіндегі пиязымыз сәл шығып кетуі мүмкін, бірақ енді ол қатты қорқынышты емес. Сонда да ақырын жаңағы жасауға тырысыңыздар. Осылайынан барлығын жайып шығасыздардағы. Қазір табаға пісіретін боламыз. Жалпы жасалуы өте оңай, қиын емес. Енді қызып тұрған майға сәл ғана сұйық май құямыз. Егер антипригарлы пеш таба болса, онда да аз ғана құясыздар. Осылайынан екі жағын қызарғанға дейін жақсылап тұрып пісіріп алатын боламыз. Шамамен 4 минуттай піседі әрбір жағы. Міне қыздар дайын болды. Маған осылай қалың болып піскен түрі ұнайды. Жұқа етіп те пісіруге болады қалауларыңыз бойынша. Яғни 100% жұмыс істейтін рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Райхан.